Қазір мен сендерге желтоқсан көтерілісі туралы айтып бергім келеді. Жалпы не айтса болады? 1986 жылы 16 және 18 желтоқсанда Алматы көшелерінде кейін қазақ тарихнамасына желтоқсан немесе желтоқсан көтерілісі деген атаумен енетін оқиғалар болды. Бұл қоғамдық пікір және билік арасындағы тікелей ұрыстағы алғашқы ірі қақтығыстар болды. Бұл Қазақ КСР-ның сол кездегі астанасында басталған наразылықтар бүкіл республикаға таралып, бүкіл Қазақстанның келбетіне түбегейлі әсер етті. Қазақстанның ішкі істерінен бейхабар оқырман үшін желтоқсан оқиғасы немесе қазір қазақ ортасында жиі айтылатын желтоқсан көтерілісі мүлдем беймәлім, әлде бұлыңғыр ғана таныс нәрсе. Сонымен бірге қазақ халқының өзі бұл өте азапты тақырыпты тым бір жақты қабылдайды. Ал шындық ұзақ жарияланып, құпиясы жойылған деректерге қарамастан, әлі күнге дейін құпия перденің ар жағында жатыр. Наразылық білдірушілер, жараланғандар және қаза тапқандар саны туралы деректер көзден көзге қарай өзгеріп отырады. Тіпті оқиғалардың хронологиясын толығымен қайта құру мүмкін емес. Ендеше тәуелсіз жолды айқындаудағы қазақ деректеріндегідей айтулы оқиға неге жағдайды төңкеріп, өтірік жалған ақпаратпен қанықты? 16, 17 және 18 желтоқсанда Алматы көшелерінде нақты не болды? Оқиғаларды түсіну үшін фонға тереңірек түсіну керек. Қазақ АКСР 1936 жылы 5 желтоқсанда Қазақ автономиялық кеңестік социалистік республикасы Ресей КСФСР құрамынан шығарылған кезде құралды. Дәл сол кезде Қазақстанның қазіргі шекаралар, сондай-ақ КСРО астанасы Алматы қаласы бекітілді. Бұрын Верна атауын алған қаланың өзі тез арада елдің экономикалық және мәдени орталығына айналды. Алматының өзі қазіргі таңда тәуелсіз Қазақстанның ең үлкен қаласы болып табылады. Онда жоғары оқу орындарының ең көп саны орналасты. Ал жалпы еліміздегі ең көне жоғары оқу орындарының барлығы, соның ішінде Қазақ ұлттық университеті, сол кездегі Киров университеті, Қазақ ауыл шаруашылығы институты сонда орналасқан. Ол жерге оңтүстіктен қазақ жастарының көп бөлігі ағыла бастады. Екінші дүниежүзілік соғыстан кейін әрине. Бұған 70 жылдардың соңына дейін Қазақстан бойынша 170 кәсіпорын мен цехтың салынып, ашылуы ықпал етті. Ғылыми-техникалық орталықтардың саны да өсті. Демек, ақша табу үшін осы салаларға түсуге ұмтылған жастарға тереңірек және арнайы дайындық қажет болды. Бұл оларды жоғары оқу орындарына түсуге итермеледі. Осылайша, 30 жылдары басталған урбанизация процесі ақыры соғыстан кейін қалыптаса бастады. Қалалар, әсіресе Алматы, жақсы өмір іздеп бағын сынағысы келетіндердің назарын аударатын орталыққа айналды. Осы екі фактіні есте сақтаңыз. Олар бізге кейін қажет болады. Желтоқсан оқиғасы кең тараған пікірге қарамастан, Кеңес одағында орталық комитеттің шешіміне қарсы шыққан жастардың алғашқы наразылығы емес еді. Бұл Қазақстандағы алғашқы наразылық болған жоқ. Брежневтің Қазақстандағы билігінің дәуірі қысқа мерзімге тоқырауға белгіленді. Сөзбе-сөз бұл сөзді тоқырау деп аударуға болады. Ол КСРО билігі кезіндегі тоқырау кезеңін білдіреді. 70 жылдардың аяғында экономикалық дамудың ұзақ кезеңі аяқталып, қоғамдағы шиеленіс біршама күшейді. Алғашқы қоңырау 1979 жылдың жазында Целиноградта, қазіргі Астана болған оқиға болды. Бұл бір қызығы немістер туралы болды. Соғыстан кейін немістерді қоныстандыру мәселесі Еділ бойындағы неміс автономиясы жойылғаннан кейін қайттан көтерілді. Қазақстан аумағында жаңа неміс автономиясын құру миллионға жоқ немістердің өмір сүру сапасын жақсартуға және олардың қоныс аударуына жол бермеуге көмектеседі деп есептелді. Мәселе орталығы Ерейментау қаласында орналасқан жаңа автономия құру туралы шешімнің республика басшылығымен талқыланбағанында болды. Бұл шешім жарияланғаннан кейін Целиноградта стихиялық наразылықтар басталды. Қазақ КСР элитасы митингілерді жасырын қолдап, үнпарақтарды таратуға көмектесіп, наразылық білдірушілерге шеру өткізуге кедергі жасамады. Және бұл көмектесті. Шешім кері қайтарылып, қазақ жастары өздерінің қоғамдық ұстанымдарын жариялап, көшеге шығу арқылы өз мақсатына жете алатынын көрді. Сондай-ақ, осы күндері наразылық білдірушілер санын көбейтудің негізгі тактикасы пысықталды. Студенттер жатақханаларын аралап өту және тартылмаған адамдарды шақыру. Болашақта бұл тәжірибені алматылық студенттер 1986 жылдың желтоқсанында қолданады. Қайғылы желтоқсан оқиғасына дейін Қазақстан Компартиясы орталық комитетінің бірінші хатшысы қызметін 22 жыл бойына табынушы тұлға, сонымен бірге ол туралы толығырақ басқа уақытта өте тартысты Дінмұхамед Ахметұлы Қонаев үздіксіз атқарды.
Ұзақ уақыт бойы сол қызметте болған Қонаев өз айналасында пікіртілестер тобын қалыптастырып, ауылдан келген жас, болашағы зор кадрлардың мансап баспалдағымен көтерілуіне жиі көмектесетін. Айтпақшы, осындай жас, болашағы зор шенеуніктердің бірі Нұрсұлтан Назарбаев болатын. Қайта құру басталған кезде, әрине, Қонаев жалынды консерваторға айналды. Сондықтан оған көптеген реформалар ұнамады. Бұл ретте оны бұрынғы бағытты жақтаушы деп айту қиын. Қонаевтың Брежнев пен Қазақстанның кейбір ауыл шаруашылық жерлерін басқа республикаларға беру мәселесінде ашық айтысқаны белгілі. Бірақ тұтастай алғанда Қонаев қайта құру бағытын жақтамағаны анық. Мұндай жағдайда Горбачевқа Қазақстанның басында жеке басына берілген адам керек еді. Сонымен бірге Қонаевты бірден төңкеру мүмкін болмас еді. Оның орталық комитеттегі жақсы лауазымдармен қоса халық арасында тым көп қолдауы болды. Сондықтан тазартулар біртіндеп жүргізілді. 1986 жылдың желтоқсанына бір жыл қалғанда Қазақстанның МКК басшысы Қонаевтың жанкүйері Зақаш Камалиденов қызметінен кетті. 1986 жылдың 11 желтоқсанда ККП ОК саяси бюросының отырысы өтіп, онда Қонаевты отставкаға жіберу туралы шешім қабылданды. Бір қызығы, оның өзі жиында болмаған. Міне, ақыры Қазақстан Компартиясы орталық комитетінің 1986 жылдың 16 желтоқсанда небәрі 18 минутқа созылған пленумында Қонаев қызметінен босатылып, оның орнына орталықтың ұсынысымен Геннадий Колбин тағайындалды. Бұл кейінгі оқиғалардың триггері болды. Колбин деген кім? Тарих тұрғысынан бұл мүлде маңызды емес. Бір ғана маңыздысы, ол ешқашан Қазақстан аумағында болмаған. Оның хабардарлық деңгейі туралы айтудың қажеті бар ма? Колбиннің өзі тағайындалған күнінде, кейінгі күндерде сөйлеген жоқ, ешқандай түсініктеме берген жоқ. Осы уақытта Колбиннің тағайындалған туралы ресми хабар жастардың көшеге шығуына себеп болды. Ендеше, ол бірінші кезекте неге тағайындалды? Жоғарыда айтылғандай, Горбачев тазарту жұмыстарын жүргізді. Сондықтан оған өзіне адал адамдар керек болды және Қонаевтың Қазақстанға ықпалының жоғары болуына байланысты республикада мұндай адамдар болмады. Сондықтан халыққа, әсіресе жастарға жарыспаған қолымызда бар нәрсеге қанағат етуге тура келді. 16 желтоқсан күні кешке алғашқы шерулер басталады. Олар әлі кең таралмаған. КГБ-ның келесі баяндамаларында атап өтілгендей, театр және өнер институтының студенттері жатақханада үн парақ тарату тәжірибесі бар болғандықтан жатақханада демонстрация өткізуге шақырды. Негізгі оқиғалар 17 желтоқсанда басталды. Таңғы сағат 9-да шерулер жолдарды жауып тастады, ал сағат 11-де Брежнев алаңына студенттердің үлкен тобы жиналды. Куәгерлердің айтуынша, ол кезде кездесу тыныш өткен. Студенттер Қонаевтың орнына жаңа қазақ немесе орыс, бірақ жергілікті ұлтты басқарушыны тағайындауға шақырған. Ал әр халықтың өз басшысы бар деген ұран айтылды. Айтпақшы, қазіргі Қазақстанда наразылық білдірушілер Қазақстанның тәуелсіздігін жақтап үгіт жүргізді деген жаңсақ пікір бар. Бірақ сөйлегендердің көпшілігі ешқандай тәуелсіздік туралы айтпады. Мысалы, ең танымал ұрандардың бірі Лениндік идеялар жасасын. Түстен кейін сағат 2-ге қарай алаңға көп адам жиналып үлгерді. Олардың алдында Назарбаев пен Камалиденов сияқты орталық комитеттің мүшелері тарап кетуді өтініп сөз сөйледі. Ол басқа Камалиденов. Олардың сөйлеген сөздері әрине әсер етпеді. Кешкі сағат 6-та полиция өкілі наразылық білдірушілермен тілдесіп, егер тарамасаңдар, күш қолданамыз деді. Бұл бірінші қоңырау болды. Осы тұста билік алаңдаушылық танытты. Қазақстанда шерулермен күресу тәжірибесі әлі болмағандықтан, шенеуніктер ұзақ уақыт ойланбай отырды. 1979 жылғы шерулер тәжірибесінде өз орны бар. Қазір олар баррикадалардың қарама-қарсы жағында. Ақырында қалаға күштер жинала бастады. Ең алдымен курсанттар, азаматтық милиция және полиция қызметкерлері. Түнде басқа республикалардан әскери бөлімдерді көшіру басталды. Қолда бар мәліметтер бойынша Свердловск, Ташкент, Фрунзе және Тбилисиден арнайы жасақтар ауыстырылды. Қалаға күш енгізу туралы бұйрықты кім бергені егжей-тегжейлі белгісіз. Бірақ жоғары лауазымды адамдар. Оның ішінде Горбачев не болып жатқанын хабардар болды деп нақты айта аламыз. Бұл сәт қайтып келмейтін нүктеге айналды.